Мереке күніңмен қарсы алам өзіңді, сәбилік сезіммен арнаймын сөзімді. Көргенше алаңмын, аңсаймын толғаны, қабыл ал балаңды, сәлемін жолдаға. Қабыл ал балаңды, сәлемін жолдаға. Бөбегім оянса, ұйқымнан мың тұрдым, өліммен балауса, көктемдей құлпырдым. Көргенше алаңмын, аңсаймын толғана, қабыл ал балаңды, сәлемін жолдаған. Қабыл ал балаңды, сәлемін жолдаған. Аялы алақан мәпелеп өсірген, аяулы жан анам қатемді кешірген. Көргенше алаңмын, аңсаймын толғанам, қабыл ал балаңды, сәлемін жолдаған. Көргенше Қадірлі жамағат, Алла тағала бүгінгі осы қимылға жиналып отырған қадамдарыңызға нұрын жаудырсын. Мұхтар ағамыздан Алла тағала разы болсын. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Қасиетті Құран кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим Ниса сүресінің 23-24 аятында Раббыңның өзіне ғана ғибадат етулеріңді және әке-шешеге құрмет етулеріңді әмір етеді дейді. Және Құранның қасиетті Тәуба сүресінің 71 аятында әйел кісі өзінің шама шарқына қарай қоғамдық өмірге араласып, ғылымның түрлі саласында қызмет жасауға құқылы дейді. Әйел адамның орны ерекше жоғары. Алла тағала Құран кәрімде жоғарыда айтқандай өте жоғары мән берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннат аналарының аяғының астында деген. Сондықтан да ақшашты аналарымызды құрметтеп жатқан оған ағаларымызға, ауылымызда әкімшілікті басқаруда әкім бауырымызға, ауылымыздың төрағасы болып отырған ақсақалдарымызға Алла тағала разы болып береке берілген ынтымақ нәсіп қылсын. Мұсылман болып іс әрекеті, ниеті пиғылында дінімізге жат болғандар исламның келбетін бұзады. Шын ислам белгісі адам шариғатымызбен, адал шариғатымызбен өзінің өнігөсі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның асыл сөздерін бойына тоғыту, аналарды құрметтеу бүткіл мұсылман баласының мойнындағы міндет. Кейбір әйелдер жүзін жауып тек қарадан көйлек кию мәселесіне келер болсақ, бұл ислам емес. Бар болғаны бір ұлттың салты ғана. Ислам шариғатында әйелдердің басына орамал салып, ғаурат жердерін жабуды ғана бұйырады. Сондықтан Алла тағала аналарды құрметтеген адамның дәрежесін көтереді десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 рет анаңа қызмет ет, және анаңа қызмет ет, тағы да анаңа қызмет ет дей отырып 4-ші рет
әкеңе қызмет ет деп бұйырған дейді Әбу Хурейрадан. Сондықтан да иншалла Алла тағала осындай бастарыңызды қосып отырған Мұхтар ағамыздың деніне саулық, басына амандық беріп, істеп жатқан жұмысына жеңілдік беріп, бала шағасының қызығын көріп, қосағымен қосаға артаюға нәсіп қылсын. Ондай болса Құран бастайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ya Rabbana Kerim olsun Kur'an kasiyeti kelamullah Kur'an şeriftin sevabın ardaқты Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arvaqlarına cemi'il enbiya vel mürsellerin arvaqlarına dünyeden qaytib ketken ustazlarımız benen ulama alimlerimizin arvaqlarına kelamullah olsun Kur'an şerifte okuğa sebepkер болып отырған осы тақталарға атып түскен дүниеден қайтқан аналарымыз бенен аталарымыздың ағаларымыздың аруақтарына арнайы бағышладық. Ерекше Жауарып атамыздың аруағына, Жауарып атамыздың ұрпағы болған Азиз бауырымыздың аруағына арнайы бағышладық. Я Раб, мал алыстан жақындан келіп әмин деп қол жайып отырған барлығымыз өткендердің аруақтарына арнайы бағышладық. Ya Allah, dinimizді жайлы дуа тілектерімізді қабыл алды да келер күндерімізді қайырлы қылып, дүниеден өтіп кеткендерімізді иман сәніменен сәндеп, тілімізге ислам тіршілігін нәсіп етіп, елімізді аман, жерімізді тыныш етіп, ел басына, дін басына амандық беріп, патшамызды аман қылып, Алла тағала осы қазақ елін қиямет қайымға дейін тыныш болған мемлекеттің қатарынан жазып, осы елімізге, жерімізге деп еңбек істеп отырған осы ағаларымыздың дендеріне саулық, бастарына амандық, отбастарына берекет беріп, Алла тағала аспаннан жаудырып, жерден өндіріп, келе жатқан Рамазан айының құрметіменен құрметтеп, сыйыменен сыйлап, елімізді аман, жерімізді тыныш қылып, пәле-жаладан, қауіп-қатерден аман қылып, барлығымыздың отбастарымызға берекет, ұрпақтарымызға өнегелі өмір нәсіп қылсын. Раббана атина фид дүния хасанатан ва фил ахира хасанатан ва қина азабан нар би рахматика я архамур рахимин. Аллаху акбар. Құрбан болған ауылымыздан, ауданымыздан шыққан ардагерлеріміз бар. Сол ардагерлеріміздің рухына тағзым жасап, гүл шоқтарын қою рәсімін жасасақ. Қиналғанда қанат сермеп қағатын, ана деген тіршіліктің айбына, ана деген іңкәр бұлақ айдына. Армысыздар ардақты ағайын, құрметті қонақтар мен ауыл тұрғындары. Бесмойнақ ауылындағы батыр аналарға арналған ескерткіш тақтаның ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Жылдан жылға экономикасы тұрақтанып, дамуы қарыштаған елімізбен бірге шалғай аудандар мен ауылдарымызда көркею үстінде. Бүгінгі қуаныш осының жарқын дәлелі. Жүздеріңнен көрем шатты қарайын, болсын солай әрбір күнің әр айың. Мерекеңіз құтты болсын, туған ел қуанышың құтты болсын ағайын. Алғашқы құттықтау сөз бүгінгі қуаныштық салтанатымыздың құрметті қонағы Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары Гүлнар Өмірбекқызы Ермекбаеваға беріледі. Құрметті қонақтар мен ауыл тұрғындары, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясаты арқасында Қазақстанның дамуы қарыштап алға жылжып келеді. Бүгінде ауданымыздың жан-жақты даму сіздер мен біздердің бірлескен бір мақсатқа, бір мүддеге бағытталған іс-әрекеттеріміздің арқасында жүзеге асуда. Ол мақсат пен мүдде елбасы атап көрсеткендей, біздің ең басты құндылығымыз отанымыз, тәуелсіз Қазақстанның келешегіне қызмет ету.
Биылғы жыл еліміз үшін мерейлі мерекелерге толы болмақ. Атап айтсақ, Қазақ хандығының 550 жылдығы, ата заңымыз бен ассамблеяның 20 жылдығы сынды атаулы даталармен қатар жуырда ғана ұлы жеңістің 70 жылдығы мерекеледік. Жоғарыда аталған мерейтойлар бойынша іс-шаралар жыл бойы жалғасын таппақ. Ауданымызда ұлы жеңістің 70 жылдығы құрметіне ұлы отан соғысына қатысып және соғыстан кейін қаза тапқан жауынгерлеріміз бен жерлестеріміздің рухын асқақтатып, есімін жаңғырту мақсатында көптеген ауылдық округтерде ескерткіш тақталар ашылды. Бүгін аудан аумағында тұңғыш рет батыр аналарға арналған ескерткіш тақтаның Бесмойнақ ауылындағы ашылу салтанатына бас қосып тұрмыз. Құрметті қауым, отбасының бірлігі мен берекесі кез келген әйелдің өмірлік ұстанымы десек, сын сағаттарында салиқалы да сабырлы, тәуекелшіл де төзімді қазақ аналары үй мен түздің жұмысын қатар алып жүріп, қолынан күрегін, арқасынан сәбиін тастамай, қоғамның өркендеуіне өз үлестерін қосқан. Бүгінгі ұрпақ әлемді әлдейімен тербеткен абзал ана алдында әрдайым бас еді. Осы ауылдың тумасы Мұхтар Сұлтанғазыұлының демеушілігімен орнатылған батыр аналарға арналған ескерткіш тақта барша аналарға деген құрмет пен ізгіліктің символы болсын. Игілікті іске ұйытқы болған барша азаматтарға аудан тұрғындары атынан шексіз, әкімнің атынан алғысымды білдіремін. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Сөз бүгінгі салтанатымыздың құрметті қонағы Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры, қоғам қайраткері Уәлихан Қалижан ағамызға беріледі. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі бауырлар, ағаларым, жеңгелерім, әнелерім, қарындастарым, немерелерім, шөберелерім. Осы кішкентай ауылдан арман қуып кеттік. Мінекей бүгін тағы да бір қуанышқа келіп жеттік. Мұхтар інім, көп-көп рахмет саған. Хабарласып, телефон шалып осындай игі шаралар өткізіп жатырмыз. Ауылымыздан шыққан батыр аналарға ескерткіш тақта қойып жатырмыз дегеннен кейін немерелерімді алып мен де жетіп отырмын. Жалпы қазақ болсын, жалпы әлемде қоғам әйелге қарыздар. Қазақстанның жағдайын алатын болсақ, мінекей Қазақстанда 48% халық ауылда тұратын болса, 53% әйелдер. Бұл әйелдер қауымы, дәрігерлер, мұғалімдер, сайып келгенде бүкіл әлеуметтік салада отырған, қазақтың бесігін тербетіп отырған әйелдер. Тарихтың ар жағына жүгінсек, ар жағындағы домалаған анамыздан бастап Қарашаш, бер жағында батыр Әлия мен Мәншүкті алсақ, оның ар жағында Атилла заманынан кететін болсақ, Томирис ханымды алатын болсақ, осы Кенесарының ханының Бопай ханымды алатын болсақ, мінекей осының бәрі айналып келген кезде біздің еліміздегі, біздің тарихымыздағы әйелдердің орнының өте жоғары екендігін көрсетеді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та біздің әйелдердің қоғамда алатын орнын, рөлін ерекше маңызды санайды. Және ол кісі сіздерге сенеді. Мен елбасының қасында көп болып кітап жазғанымды білесіздер. Сондықтан да елбасымыздың анасының өзі де осындай балаға тәрбиелегенде біздің тарихымызбен тәрбиелеген, біздің фольклорымызбен тәрбиелеген, қазақтың ертегісімен, бесік жырымен тәрбиелеген. Сондықтан да мінекей осындай біздің елбасымыз бар, біздің көшбасшымыз бар. Кешегі 86 жылдың желтоқсанында жосадай қан болып, бұрымдары таратылып, аппақ қардың үстінде жатқан қазақ қыздар еді. Сол егемендік үшін де біз сол қазақ қыздарына қарыздармыз. Біздің рухымызды көтерген қазақтың қыздары. Одан бертіндеп келетін болсақ, мінекей нарықтық экономика келді, қиыншылықтар болды. Еркек жерге қарап келген кезде әйелдер аладырбасын көтеріп саудаға кетті. Бала шағасын асырады. Осылай біздің экономикасының қаз тұруына, есімізді жиюымызға, етектегі басымыздың төрге жетуіне, іргелі мемлекеттің қатарына қосылуымызға әйелдердің сіңірген еңбегі ерекше. Оны біз мойындауымыз керек. Сондықтан да қадірлі аналар, қадірлі батыр аналар, естуімше 57 батыр ана біздің ауылымызда бар екен.
көзі тірілері ортамызда отыр, өзіміз жеңгем отыр мына жерде, батыр. Bir күні келсем ауылда Алматыдан, қаншатай жеңгем бірдеңге әлек болып жүр. Не деді Құдайым-ау? Құргон бейнет деп. Сосын, жеңеше не болды? Мына қыздың оқу болмай жатыр, мына қыздың бірдеңесі болмай жатыр. Саспаңыз бәрі болады. Ертең сіз сол құргон бейнеттің, құргон бақытын көресіз дедім. Енді осы 2 жыл бұрын келсем, жеңгем жасарып кеткен, жарқырап отыр, үй салып жатыр. Қайным, мінекей, бұда бір бөлме сенің ауылға келсең жататын бөлмеңді айтап қойдым деп жатыр. О, жерге кешегі бейнет қайды десем. Балалардың бәрі адам болды, бәрі қызмет істеп жатыр, жұмысын істеп жатыр. Енді мен бақытты ана болмағанда кіммін енді деп айналайын деп жатыр. Мінекей біздің аналарымыз осындай. Сондықтан да барлықтарыңызды бүгінгі мінекей үлкен осы аналарға ашылатын ескерткішпенен тақтаменен құттықтаймын. Қадірлі жастар, қадірлі мынау өсіп келе жатқан біздің жас өспірімдер, бұл сенің ауылың. Бұл ешкім көтеріп кетпейді, бұл сенің жерің. Ал жеріңде кішкентай бір ескерткіш қойған екенбіз. Кішкентай бір балалар ойнасын деп мынандай ой не жасаған екенбіз. Әкеліп талқандап, бәрі сындырып, не болды? Сендер үшін керек қой, мен Қалижаным үшін керек емес. Ойлаймын, мына жас келіндер, немерелерін, балаларын жетектеп, әжелері келіп, осы жерде жүрсе, мешітке келсе, мына жерге тағзым етсе, мына жерге барып балаларын ойнатса, бір рухы көтеріліп, біздің ауылымыздың да бір өркениетті жолы басталады ғой деп ойлайтын едім. Мен содан әжелерімізге, аталарымызға, мынау кішкене балалармен тәрбие жұмысында жүргізерік қойдым. Ойлаймын. Сондықтан да егер ұлт болам десең, бесігімді түзе деген, сол бесігімізді түзейік. Бесігімізді түзегеннен кейін барып бір есімізді түзейік. Ойлап жүр жұрт. Біз тойлап жүрміз. Сондықтан да қадірлі ағайын, қадірлі бауырлар, үлкен шарада кішкентай бір өзімізге қажетті, өзімізге тиісті кейбір мәселелерді айтсақ, оны артық көрмеңіздер. Өйткені бұл бәрімізге қатысты. Болмаса абай қайран сөзім қор болды, тобықтың езі деп айтар ма еді? Ол халыққа айта алмайды, өзінің тобықтысын айтады. Ал тобықтысын айтқан сөз ол халыққа айтқан сөз еді, қазаққа айтқан сөзі. Сондықтан да қазақ ешкімнен де кенде халық емес. Қазір үлкен тарихымызды зерделеп жатырмыз. Біздің Совет одағы кезінде 2% сауат едік деп бізді солай тәрбиеледі. Түгіміз жоқ, халық секілді көріп едік. Сөйттік, біздің қандай тарихымыз жатыр ар жағымызда. Кеше ғана көрген шығар теледидардан, Астанада үлкен конференция өткіздік. Барып Қытайдағы, Каирдегі, жан-жақтағы қаншама деректерді алып келдік. Италияда, Францияда қазақтың суреті Абылай ханның қаншама біз хаттарын тауып келіп жариялап жатырмыз. Соның бәрі ұлт ретінде ұйысымыздың, ертең өркениетті ел болуымыздың бастамасы болады деп ойлаймын. Сондықтан да елбасымыз біреу, біз тіреу болайық. Қазақпен қазақша сөйлесін деп жатыр. Көп мәселелердің бәрі айтылып жатыр ғой. Сондықтан да көп ұлтты Қазақстанда әрине үлкен кісі саясатқа бағамдап сөйлейді, болжап сөйлейді. Ал оны жүзеге асыратын біздің аналар, біздің келіндеріміз. Сондықтан да осыны да бір жүректеріңізге тоқып жүрсеңіздер деп ойлаймын. Кішкентай ауылымызға үлкен өркениет келе жатыр, білесіздер.